Арнамызға жаңа ғана қосылған барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз, сондықтан 55-76-40 нөміріне хабарласыңыздар. Өздеріңіз сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді болса. Біз әдеттегідей осы уақытта бізде қонағымыз келіп жайғасты студиямызға. Бәріміз білеміз, жақында ғана өңірімізде Сұлтанмахмұт Торайғыров оқулары өтті. Осы оқулардың жеңімпазы Ерхан Теміров бүгін бізге студиямызға келіп отыр. Қош келдіңіз. Таңғалай етті. Жақсы. Енді бүгін сабақта отыру керексің негізінде сағатқа қарасақ. Бірақ енді біздің бағдарламада отырсың. Қазір қандай сабақ болушы еді негізінде мектепте? Қазір химия сабағы. Химия сабағы болушы. Жалпы енді бағдарлама бастағанымыз бұрын сен айтып өттің, өзің химия биология мамандығын, яғни ұбт-ға осы мамандық бойынша дайындалып. Дайындық қалай? Дайындық өте жақсы. Осы жылдан бастап дайындыққа кірістім. Ендігі жылы толығымен дайындалып. Ешқандай бағдарламаға бармаймын. Сіздер шақырмаңыздар. Жалпы айта кетейік, Ерхан қаламыздың нөмір 20-шы лицей мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Жалпы енді жаңа ғана Бекбол айтып өтті, дайындық жақсы жүріп жатқан сияқты. Енді химиядан, биологиядан бөлек енді сіздің мына шығармашылық бағытта да біраз жетістіктерге жетіп жатқаныңызды білеміз, иә. Жақында ғана Сұлтанмахмұт Торайғыров оқулары өтті. Соған тоқталып өтсеңіз, қай күндері өтті, қанша өңірімізден оқушылар қатысты? Сіз соның ішінен енді қандай жүлдеге ие болдыңыз? Сұлтанмахмұт Торайғыров оқулары 28-ші қазан күні өткен болатын осы жылы. 22 оқушы қатысты, яғни өте жақсы болды. Конкуренция барлығы да өте керемет болды. 22 оқушының ішінде 3 оқушы, яғни 3 адам орынға ие болды, ал 2 адам болса номинацияға ие болды. Сол 2 номинацияның біріне мен ие болдым. Яғни асау жүрек номинациясы. Асау жүрек номинациясы. Енді талаптар қандай болды? Енді өлең оқыдыңыздар ма? Сіз қанша өлең оқыдыңыз? Талаптарында викторина болды, яғни Сұлтанмахмұт өмірбаяны туралы. Сосын романдарынан үзінді айту керек болады, рөлге кіріп. Сосын өлең таңдап айтуға, өзін қандай таңдаған келеді, соны айтасың. Сізде қандай шығармалар болды? Нақтырақ айтып өтсеңіз, өзің осындай шығарма оқыдың, осындай? Мен қандай роман кездесті? Сұлтанмахмұт Торайғыровқа Қамарсу роман жатқа айттым. Өлеңдерінен кедейлік, шығамын тірі болсам адам болып, осы екеуі. Бұл шығармалар жаттау қаншалықты қиынға түсті? Жоғаль десең, емін-еркін меңгеріп жоғаль десең, Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармаларын бұрыннан білесің бе? Таныспеңіз, иә. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың баяғы танимын, өзім де айналысқам сонымен, яғни жақсы көрем. Баяғыдан танимын де. Баяғыдан танимын. Яғни шығармашылығымен бұрыннан таныссыз, бала күніңізден бастап, иә? Керемет. Жалпы енді осы шығармашылық жолында сен жетістікке айтып жатсың, иә? Жетістіктерге жеттім деп жатсың. Бұдан бөлек қандай сайыстарға қатыстың? Бұдан бөлек алдыңғы жылы Ақберен сайысы болған, сонда 2-ші орын алдым. Осы жылы Мағжан оқулары болды, онда 3-ші орын алдым. Яғни бұның бәрі әдебиетпен байланысты шығар. Бірақ химияны таңдап отырсың. Бірақ әдебиеттің сайыстарына қатысасың. Химияның сайыстарына қатысасың ба? Химиядан жоқ. Қатыспайсың. Жалпы неге химия? Сен өзің таңдадың ба жоқ? Отбасың, яғни ата-анаң солай айтты ма? Балам сен химияны таңда, әдебиетті қайтесің, адам болмайсың деген сияқты. Жоқ, бұны өзім таңдадым. Медицина саласына бару керек. Бейімділігі бар. Бекбол жалпы енді әдебиетті таңдау адам болмайсың деген. Жоқ, енді жалпы енді кейбір адамдар солай айтады. Қазір менің ойымша біздің тікелей эфир байланыс нөмірімізге ата-аналар, әдебиет табушылар хабарласа. Не айтып отыр деп кешірім сұраймын. Хабарласа бастайды. Жалпы енді Ерхан, химиядан қазір енді УБТ-ға дайындық болып жатыр дегенге. Әдебиет таңдай деген ой болды ма? Әдебиет ондай ой болған жоқ. Мүлдем болған. Жалпы осындай сен шығармашылық сайыстарға қай жасынан бастап қатысып келе жатсың? Мен алдыңғы жылдан бастап. Алдыңғы жылдан ғана бастап. Мына 20-шы лицейға келгеннен бастап соны дайындап. Бұрын осыған деген қайда? Бұрын негізі Май ауданында туып өскем, сонда оқыдым. 8 жыл сонда, 9 сыныптан бастап осы 20-шы лицейға келдіңіз. Керемет. Жалпы енді осындай шығармашылық сайыстарға қатысқанда енді не мақсатпен қатыстың жалпы енді? Жай қатыса салдың ба жоқ әлде? Осы айтып өтсің өткен жылдан бастап. Кейбіреу міне осындай ережелер жібереді жоғары жақтан, басқармадан, бөлімнен, сосын оқушылар таңдайды, сен қатысасың деп мұғалімдер болды. Ол да Ерхан сен қатысасың, сен өлең айтасың деп, даусың бар сенің деп. Жоқ әлде өзің айтсам болады, маған Бибігүл Мадатовна деген қазақ әдебиеті мұғалімі келіп жақындап айтты, қатысқым келеді ма деп. Мен қатысам дедім. Сол кісі сіздің ұстазыңыз. Иә, ұстазым. Ол кісі сізді осылай дайындайды. Мәнерлі оқуға, иә. Жалпы енді
қалай дейді, қанша уақыт кетеді, арнайы бір сабақтан кейін келесің бе жоқ әлде қалай? Жоқ. Жай береді тақпақтарды осыны жақта осыны айтасың, сосын сабақтан кейін қалып мұғаліммен дайындаламыз. Қанша уақыт? Бір 2-3 сағат. Енді менің 2-3 сағат дайындаласың. жаттап алуына байланысты шығар. Мысалы, Қамасу жаттап романы енді ол біраз ұзақтау ғой. Оған енді бірнеше күндей кетеді. Енді ал қысқа өлеңдер, мына кедейлік деген өлеңдер, оның бәрі қысқа, оның бір күн, 1-2 сағаттың ішінде жаттап мұғалімнің айтып беретін шығар. Ал енді мені қызықтыратыны ақберен, яғни бұл өзіңіздің өлеңдеріңіздің сайысы ма, әлде жоқ, тек қана мына үлкен ақын жазушылардың шығармаларынан туынды оқыдыңыз ба? Ақберен деген сайыс мен мысалы естіп едім осыған дейін, бірақ форматы қандай болады дегенім ғой. Форматы өзіңіз таңдайсыз, қандай өлеңді айтқыңыз келеді, роман, поэма, өзіңіз таңдайсыз. Мен Қамарсу романын айтып бергенмін сол кезде. Сол кезде. Яғни содан есте қалған ғой, қазіргі таңда сіз Сұлтан Махмұттың шығармашылығымен етене байланысты шығармашылық. Жақсы. Қымбат телекөрермендер, біз тікелей эфирімізді одан әрмен жалғастырамыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы 8 қырлы бір сырлы Ереке келіп отыр. Жалпы енді Ереке сұхбатымызды жалғастырайық. Жалпы сен айтып жатсың, осы сайыстарға қатыстың дедің, иә? Кішкентай кезінде қатыстың ба осындай оқуларға? Жоқ, кішкентай кезімде қатысқан емеспін, бірақ мұғалімдерім айтқан қатыс деп. Ол кезде мән берген жоқсың, иә? Мән берген жоқпын ол кезде. Осындай оқуларға 9-шы сыныптан бірақ бастадым, осындай мән беріп. Қатысу керек екен ғой деп, иә? Қатысу керек, болашағында керек болады деп. Болашағында керек болады деп. Негізінде қандай пән жақсы көресің? Химия, биологияда мысалы? Негізінен географияға. Несі сені қызықтырды ол? Географияда мемлекеттерді таныған, елдердің астанасын барлығын зерттеген ұнайды өзіме. Жалпы әдебиетке сәл болсын қызығушылығың бірақ бар, иә? Әдебиетке біраз бар қызығушылық. Қай ақынның шығармаларын негізінде сүйіп оқисың, танысасың? Әрине, Сұлтан Махмұт Торайғыров. Бұдан бөлек Абай Құнанбаевтікінде, Мағжан Жұмабаев, осылар. Осылар, иә? Көп айтайын берсең. Жалпы әдебиет сабағы болған кезде сәл қиналмайтын шығарсың, иә? Жоқ. Қиналмайсың, иә? Мен оқуларға қатыстым, мен бәрі білемін деген сияқты. Мені қызықтыратыны бұл жерде Торайғыров оқуларының барысында Асау жүрек номинациясы сізге ұсынылған екен, иә? Асау жүрек номинациясы, яғни сізге түсіндірді ме, ол не себептен берілді, қандай мақсатта жалпы? Мүмкін ерекшелігіңізді түсіндіріп айтқан шығар жюрилеріне Әділқазылар алқасы. Иә, конкурстан кейін келіп, бір Әділқазы айтты, сенің даусың барлығы керемет екен, тағы да алдағы жарыстарға қатыса бер. Бірақ рөлге кіріп айту керек деді. Саған енді сәл кішкене ақыл кеңестерінде Әділқазылар білдіріп жатты. Ал енді алдағы уақытта мұғалімдеріңізбен кеңестіңіздер ме, бар ма сондай жоспарда міне? Жуырда міне бір ай, 1-2 ай көлемінде тағы да оқулар, әлде ондай? Жуырда әлі айтқан жоқ, болашақта болады деп ойлаймын. Ұсыныс түсіп жатса, міндетті түрде қатысасың, иә? Кез келген ақынның шығармашылық кешірілесіне. Ал енді бізге қонаққа де ұсынсаңыз, Ерхан жалпы енді жаңа Сұлтан Махмұт Торайғыровтың оқуларына қатыстым дедіңіз ғой. Отырып айта берейін. Айта беріңіз, иә. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың шығамын тірі болсам адам болып. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһанда жаман болып, жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе, жүргенше өмір сүріп надан болып. Мен балан жарық күнде сәуле қуған, алуға күнді барып белді буған, жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам толған айдай балқып туған. Бұл сөзім асып айтқан асылық емес, ойында оты барлар асылық емес, тебемдеп надандықты өз-өзіме, серт етіп өз-өзіме еткемегіз. Керемет. Рахмет. Ереке қолыңыз алып қойса негізі шыны керек бар ғой. Осы керемет. Таңғалып тұрмын да, әдебиетті осындай сайыстарға қатысады. География, тағы не дедің? Биология, химия, құдай. Болашақта енді Қазақстан еліміздің жалпы медицина саласында өзіңіздің үлесіңізді қосасыз деген ойдамыз, пікірдеміз, үміттеміз. Ал енді бүгін бағдарламамызға келіп осындай пікір өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп, өзіңіздің енді жеңісіңізбен бөлісіп жатсыз, сізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта да түрлі жеңістерге, шығармашылық табыстарға жетесіз деген ойдамыз. Сол кезде хабарласыңыз, біз тағы да бағдарламамызға шақыратын боламыз. Келгеніңізге көптен көп рахмет.